Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен осындай керемет болып шығатын панкейк жасайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды осылай ағы мен сарысын ажыратып алатын боламыз. Және де сарысын құмшекермен көпіртіріп ағартып алатын боламыз. Мен құмшекерінің орнына сахарный пудра қостым 9 ас қасығында. Осылай жұмыртқамыздың сарысына салып, жақсылап көпіртіп ағартып алатын боламыз. Мінекей дайын, әдемі болып қоюланып шықты. Үстіне үй температурасында тұрған жылы сүтімізді қойып, тағы да миксерлеп алатын боламыз. Керемет болып көпіріп шығады осылай. Мінекей дайын. Енді үстіне ұн қосатын боламыз. Ұнның мөлшерін мен нақтылап өлшеген жоқпын. Қатты қою болып қалмау керек, орташа болу керек. Және де 1 шай қасық разрыхитель қостым. Осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей дайын, қоюлығы тура осындай болу қажет. Енді сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлеп алатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқамыздың ағын көпіртіп алатын боламыз. Азғандай тұз салып, миксерлеп көпіртіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай уже осындай көпіріп бастады. Мінекей қою болып, әдем болып шықты. Енді бағанағы массамызға қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай. Мінекей дайын. Енді табамызды қыздырып, пісіріп алуға болады. Табамызды қыздырамыз. Табамыз құрғақ болу керек, ешқандай май ештеңеде істетпейміз. Осылай дөңгелете құйып отырып, пісіріп бастайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай светі әдем болып шықты. Осылай екі жағында әдемілеп қызартып пісіріп алатын боламыз. Тура солай жалғастыратын боламыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай панкейктеріміз дайын, әдемі болып шықты. Балдарыңызға мектепке баратын кезде таңғы асқа осылай жасап берсеңіздер, отбасыларыңызды қуантып, барлығына ұнайды.
жасап көріңіздер. Комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар.